öyle olsun. Senin güldün. Bırak şöyle çabanda. Kazakça giyip başka şey dedin. Şap desin. Adet yok mu bırak? Sır olmasa kolluksup şatar gevdem. Şabıt benim şabısıp makam gelgen. Haygamparda kuyevim silagam dep. Telinin esli bedim adam bergen. Bugünkü kayıncırtqa rahmet, aldı menen silap bir şaban bergen. Ölen menen kesteledim. Ben bugün kayıncırtqa beş veremin. Jaman güyev kayınsak demеңіздер. Бұл жерде керегі жоқ ештеменің. Ал екен көрдің ғой қандайлығын. Бұрынғы бабам салған көшкеремін. 6 сағат тамада болсаң дағы, дәмін сен татпадың ғой ештеменің. Менің бұл қайын жұртым болмағанда, шапан кимей кетермен естерің. Şaban git namazını bekliyorum. Осылай әлен жырды бастап кетем. Сөздерімді ісіммен растап кетем. Өмірімді егерде сұрап жатса, безат көз ғой, қазір-ақ тастап кетем. Шабанды киіп алып домбыр алсам, мен қазір Шымкентке асқақ кетем. Әрдайым аман болсын көз көрерім. Жүректен шығадың бұл сөздер едің. Көңілі бұл ақынның тасып кетті. Шашуын жеңгелерім шашып кетті. Осындай жеңгелерден айналайын. Мына тұрған Нұржамат бақыт нетті. Біз көріп жүретұғын Ашаматайдан бүгінгі күл әпшеміз асып кетті. Осымен өлең жырым аяқтасын. Шабытты кеудедегі оятпасын. Әрдайым тойда бұл жүздесейік. Бәріміз бақытты боп күн кешейік. Осындай ақындарың жыралықта. Отырмыз барлығымыз қуаныпта. Барлығыңды мен енді күтемін ғой. Келесі келеді ғындығалықта. Köyü ballardan tuzkanların kütüğümüzde bir balamız köyü balak kütüğümüzde. Kazandaki nağız, Zera Samar'daki gördüğünüzler, öneriler жағайып koy, jigitler жетіп Dürüst. Біздің менемізден өтіп атсын екеумізден. Жалпы енді өте жақсы азамат, өздеріңіз бағасын беріп отырсыздар. Ілгеріде осындай Нұржамат сияқты бір бауырымызды осы қайын жұртына көрсетейін деп, мен сияқты бір ағасы алып келіпті, осы екеуміз сияқты болып тұрған ғой енді. Ал айналайын құдалар, күйеу балдарыңыз осы Құдай қаласа. Бұл бой десең бойы бар, ой десең ойы бар, арақ ішпейді, темекі шекпейді, насыбай атпайды, құлақтан теппейді, түнде көшеге шықпайды десе бір Құдай айтқан екен. Бауырымыз, күйеу балаң есі дұрыс бар.
сол секілді жалпындеки нағыз жылқының тұлпарындай жігіттің сұлтанындай ер азамат рахмет. Шапанын мәшіне құдалыққа кейін екі шапанның ақшасын басып қалу жоқ.